Өсер елдің балалары бірін-бірі батыр дейді деп, ертедегі ата-бабаларымыз бекерге айтпаған. Сол сияқты біздің халқымыз батырын да, ақынын да қадір тұтқан. Соның ішінде мынау киелі мекен Маңғыстау қаншама білегі жуан батырларды, аузы дуалы ақындарды өз бауырында өсіріп, өзінің туған жеріне, өскен еліне адал қызмет етуге баулыған. Сол сияқты біздің бүгінгі әңгімемізге арқау болып отырған жергілікті халық ақыны Есенғали Бөкенбаев. Есағаң үстіміздегі жылы 80-нің сеңгіріне шығып отыр. Сондықтан ақын ағаның торқалы тойын көңілдегідей өткізу үшін қала әкімшілігінің басшылығымен түрлі шаралар жасау жоспарланған. Оның соңғы жылдары жазылған жырларының жинағы осындағы ардойлаған бірқатар азаматтардың арқасында Алматыдағы Үшқиян баспасында басылып жатыр. Ал күні кеше қаладағы оқушылар шығармашылық үйінің залында Есенғали Бөкенбаевтың мерейтойы алдынан жыршы термешілердің сайысы болды. Сайыстағы қазылар алқасы мүшелерінің көпшілігі ақын ағамыздың ізін қуып қалған замандас інілерінен құралғандығы қуаныштақ. Тек қана ең жасы қалалық мәдениет бөлімінің бастығы Айболған Сапарбаевадан басқасы Есағаңның ізбасар інілері сияқты. Мысалы, қазылар алқасының төрағасы қалалық Жаңаөзен газетінің редакторы Асылбек Айдаров, мүшелері қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өтежан Алшынбаев, ардагер Нұр Өтебаев және қалалық салық инспекциясының бастығы Бопыш Құбашевтай 5 кісіден құралған. Сайысты белгілі жыршы термеш Мақсат Аяпов бастады. Ол Есағаңның өзінің жазған терме толғауларын нәшіне келтіріп орындады. Әсіресе Мұрат Өскінбаевқа арнаған жақсылардан ат қалады деген толғауы Мақсат ініміздің күйшілік өнерден де құралақан емес екендігін аңғартты. Бір қуанышты жері саңлақ өнерпаз Мақсат Аяпов осыдан бір күн бұрын Сәттіғұлға арналған Маңғыстау ауданында өткен облыстық сайыстан оза шауып, бірінші орында иелеп келіп отырған бет екен. Алғашқы бастаған жырымызда болсын, жаттап алған жырымызда болсын, сол термеден бастайын азыр. Ал сахнаға екінші болып көтерілген Дәмегүл Ізбасарова қарындасымыздың әдемі де ашық дауысы тыңдаған жанның құлақ құрышын қандыратыны әрбір әнінен байқалып тұрды. Ол ардақтылар Маңғыстау құтты мекенім атты өлең термелерді жақсы орындады. Сайыстың үшінші қатысушысы Қармыс Аразбаев термеші жыршылық өнерден өзінің төселгендігін алғашқы қадамынан ақ білдірді. Ол Есенғали Бөкенбаевтың өзіне риза болып берген батасынан бастады. Одан соң өзімнің деген шағымда екінші назым, нақыл шумақтары, ой түйіндері, туған жері Маңғыстау жыр термелерін Маңғыстаудың құлаққа жағымды түрлі мақамдарына салып орындады. Ал сахнаға төртінші болып шыққан Жалғас Алагөзов Есағаңның өмір толғаулары мен Сәттіғұлмен сәлемдесуінен үзіндіні ұсынды. Осынау төрт жыршы термешінің қай-қайсысының да кемшіліктерін табу оңай емес әрине. Жүйріктен жүйрік ұзар жарыстырса дегендей, шын тұлпар, шын жүйрік, шын сәйгүлік,
топқа салып қиқулағанда қарсыласын шаңға тастап шыға келмейтін бе еді. Ал жаңағы сахна төріне шығып, сайысқа түскен жаңаөзендік жүйріктердің қиқу салып, делебесін қоздырып, қолтығына дем беріп отырар көрермендері болмағандықтан көсіле шаба алмағандары сезіліп тұрды. 300 адамдық көрермен залында небары 10-даған адам отырды. Оның да 5-еуі жоғарыдағы әділ қазылар алқасының мүшелері болса, 3-еуі жаңалық десе жарғақ құлағы жастыққа тимейтін желөкпе журналистер. 4-еуі жаңағы 4 термеші, қалған кіріп шығып жүрген 2-3-еуі өнер мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның қызметкерлері. Ашығын айтсақ, бұл жердегі өнердің өгейсіреп, сахна саңлақтарының көрерменсіз жетімсіреуінің бірнеше себептері бар. Ең бастысы сайысты ұйымдастырудың нашарлығы. Халыққа 2 апта бұрын Жаңаөзен газетінде хабарландыру берілгеннен басқа құлақтандырылмаған. Қазір жұрт жұмыс басты. 2 апта бұрын түгіл, 2 күн бұрын хабарлаған хабарландыруды ұмытып кететіндер аз емес. Екіншіден, кешегі сайыс мезгілсіз уақытта, яғни жұмыс күндізге қойылған. Үшіншіден, жыршы термешілерге де тиянақты хабарланбаған. Әйтпесе, Жаңаөзен қаласы мен Теңге, Қызылсай кенттерінде жоғарыдағы 4 термешіден басқа жыршы термеші жоқ дегенге кім сенеді? Ақын ағамыздың 80-де шыққан мерейтойының негізгісі 7 желтоқсан күні осы залда өткізіледі деп күтілуде. Қазылар алқасының ұйғаруымен қала әкімінің сыйлығын қоса есептегенде 7 сыйлық бар көрінеді. Тағы да ұйымдастыру жағы нашар болып, 300 орындық залда 30 көрермен үшілдіріп отырмасын. 4 термешіден басқа жыршы қатыспай, 7 сыйлыққа да иегер табылмай қалмасын. Жалпы 80 жаста қаламын тастамай жыр жазып жүрген халық ақыны ардақты ағамыз Есенғали Бөкенбаевтың осы бір мерейтойы жетім қыздың тойындай болып өтсе, Жаңаөзеннің басшысынан бесіктегі баласына дейін, ақсақалды данасынан ақжаулықты анасына дейін атына сын, сүйегіне таңба болатынын естен шығармаған жөн. Себебі қоянды қамыс, ерді намыс өлтіретінінде ата-бабаларымыз күні бұрын болжап кеткен.